жасар екен. Өйткені бізге деген свет беріп ұмытпаңыздар. Мына жақта промзона салмақшымыз. Кейін өтініш сіздерге. Жазалмайды десе. Электрожелі осы жерден де өтеді, сондықтан шахтада болғандықтан да өткізіп жатырмыз. Қай жерден өтеді, сол алып Жоқ, соны мен өткізіп жатырмыз ғой, соны айтып жатқан ғой. Мен ертең күнді айтып жатырмын. Ауылымыз өсіп келеді, үлкейіп келе жатыр. Ертең райцентр болуымыз мүмкін мысалы. Жақсы. Онда саламатсыздар, құрметті қоғамдық тыңдалым қатысушылар. Мен Солтанбай Бақытжан Қоянды әкімі қоғамдық тыңдалым өткізу ережесіне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың төрағасы боламын. Естеріңізге сала кетейін, қоғамдық тыңдалым өткізу ережесіне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың барлық процестерінің бейнежазбаға жүргізіледі. Бүгін 13 қараша 2025 жылы ашық жиналыс Астана қаласының сыртқы электрмен жабдықтау схемасын күшейту, электр желілік объектілердің құрылысы, жоспарланған қызмет санының ықтимал әсерлері туралы есеп шығарылады. Белгіленген қызмет басшысы АО Казахский компания по управлению электрической сети. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне сәйкес қатысуына сайлау қажет қатысушы қоғамдық тыңдаулардың хаттамасын мемлекеттік және орыс тілінде сапалы жазуға жауапты болады. Хаттамаға қол қою және 2 жұмыс күнінің ішінде хаттаманың ұлттық деректер банк сайтына жүктейді. Ашық дауыс беру қоғамдық тыңдалымның қатысушы сайлауды ұсынамын. Қатысушы жиналған адамдардан ұсынылады. Қатысушы ретінде Раева Арника Мұратовнаны ұсынамын. Қатысушының бекіту үшін дауыс берулеріңізді сұраймын. Қатысушы бекітуге келіскен қатысушылар қол көтерулеріңізді сұраймын. Bir ауыздан, келесі күн тәртібін ұсынамын. Бірінші, аталған жобаға қатысу материалдар баяндама түрінде қарастыру берілген уақыт 15 минут. Екінші, сұрақ жауап қоғамдық тыңдалу барысында барлық қатысушылармен өз пікірлерін білдіріп және баяндамашыларға сұрақ қойылады. Берілетін уақыт 10 минут. Үшінші, қорытынды жасау және қоғамдық тыңдалу жабу берілетін уақыт 5 минут. Дауыс берулеріңізді сұраймын күн тәртібін бекіту үшін. Bir ауыздан. Олай болса, баяндамашыға сөз беріледі. Саламатсыздар ма, қымбатты қатысушылар, мен есімім Абдулғазина Мойдон Батырқызы болады. Мен проектінің мекемеден экологпын. Қазіргі сіздерге бүгінгі таңда Астана қаласының сыртқы электрмен жабдықтау сызбасын күшейту, электр желілері нысандардың құрылысы ықтимал әсерлер туралы есеп жобасын ұсынамын. Жоспарланған қызметінің бастамашысы Кибок электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстандық компаниясы акционерлік қоғамдығы. Ықтимал әсерлер туралы есеп дайындалған және оның сапасы осы қоғамдық тыңдаулар шеңберінде бағалануға жатады. Жоспарланған қызмет Астана қаласының сыртқы электрмен жабдықтау схемасын күшейту, электр желілік объектілердің құрылысы. Жоспарланған қызмет шеңберінде келесі іс-шаралар көзделеді. Астана 500-220-10 киловольттық қосалқы станциясының құрылысы. 500-220-10 киловольттық Ақмола қосалқы станциясының 500 киловольттық ашық тарату құрылғысын бір ұяшыққа кеңейту. Ұзындығы 77 километр 500 киловольттық Ақмола Астана әуе желісін салу. Жалпы ұзындығы 16 километр құрайтын 220 киловольттық Астана әуе желісін шығыс достық кіру шығуы әуе желісінің құрылысы.
Астана қосалқы станциясының өз қажеттіліктерін резервтік электрмен қамтамасыз ету үшін Астана қосалқы станциясын Шығыс қосалқы станциясына дейін ұзындығы 9,2 км 10 киловольттық әуе электр жеткізу желісін салу. Құрылыстың ұзақтығы 22 ай болады, жұмысшылар саны 500 адам. Жобаның негізгі мақсаты Астана қаласы мен оған жақын орналасқан өңірлердің электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру. Бұл мақсатта қаланың екінші электрмен қамту орталығын 500-220 киловольт кернеудегі электр беру желілерімен бірге құру арқылы аймақтың өсіп келе жатқан электр энергиясына деген қажеттілігін қамтамасыз ету көзделеді. Әкімшілік жағынан көзделіп отырған қызметті іске асыру учаскесі Астана қаласының Байқоңыр ауданында, Ақмола облысының Целиноград және Аршалы аудандарында орналасқан. Жобаланған әуе электр беру желілерінің бағыты елді мекендер мен тұрғын үй құрылыстарының аумағынан тыс жүргізілген, сондай-ақ келесі елді мекендерден 650 метрден астам қашықтықта орналасқан. Жолдыркөл ауылы, Ертоқ ауылы, Кастамар ауылы, бұлар Аршалы ауданында орналасқан. Қоянды ауылы, Шұбар ауылы, Целиноград ауданында. Астана қаласы аумағында әуе желісінің трассасы өнеркәсіптік аймақ арқылы өтеді және қолданыстағы қосалқы станцияға қосылу қарастырылған. Жоспарланған қызмет учаскесінің ең жақын қоныстану аймағына дейінгі минималды қашықтық оңтүстік шығыс бағытта 285 километрде орналасқан. 285 метрден орналасқан. Әрі қарай қоршаған ортаның және компоненттеріне әсер етуін қарастырамыз. Ауа ортасына әсер ету қаралатын әуе желілерінің пайдалану кезеңінде ластаушы заттардың шығындылары жоқ. Астана 500-220-10 киловольт қосалқы станциясын пайдалану процесінде атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының максималды көлемі жылына 0,4 тоннаны құрайды. Құрылысы кезеңінде атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларының шекті көлемі жылына 32,5 тонна құрайды. Оның ішінде автокөлікті есепке алмаған кезде 28,43 тонна. Қарастырылып отырған ықтимал әсерлер туралы есеп шеңберінде ластаушы заттар шығарындыларының таралуына есептеу жүргізілді. Осылайша есептеу нәтижелері бойынша пайдалану және құрылыс кезеңдерінде тұрғын үй аймағының шекарасында ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясының асып кетуі болмайды. Ластаудың ең жоғарғы деңгейі объектілерді орналастыру алаңында құрылады. Технологиялық жабдықтың атмосфералық ауаның жай күйіне әсерін азайту үшін жоспарлау және технологиялық іс-шаралары кешені көзделеді. Оларға гидрооқшаулау, құрғақ кезеңде тиімділігі 80%-ға дейін, жабдықтарды тұрақты техникалық тексеруден өткізу, ақаулы материалдар мен жабдықтарды ауыстыру. Автокөлікті және арнайы техникалық байқаудан өткізіп, техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ шығарындылардың уақыттылығын бақылау. Бұл жабдықтар жоспарлы тексерумен қамтамасыз етіледі. Машиналар мен механизмдердің ішкі жану қозғалтқыштарын ай сайын реттеу. Қозғалтқыштарды түтін газдардың тазарту жүйесімен жабдықталған жабдықтармен машиналарды пайдалану, пайдаланған газдардың каталитикалық түрлендіргіштермен жабдықтау. Персоналды қауіпсіздік техника, өрт қауіпсіздігі ережелері және жұмыстарды орындау кезеңінде пайдалану ережелерін сақтауды оқыту. Жалпы қарастырылып отырған объектінің атмосфералық ауаға әсерін бағалау рұқсат етілген деп сипатталады. Су ортасына әсері. Жобаланған 500 және 220 киловольттық әуе желілері бірнеше су объектілерін өзендер, бұлақтар, каналдар кесіп өтеді. Су объектілерінің су қорғау жүйелерінде жұмыстар жүргізу көзделмейді. Соның негізінде жобаланатын объектілер су объектілерінің су қорғау жүйелерінен тыс, бірақ су қорғау аймақтарында орналасқан. Пайдалану кезеңінде 500-220-10 киловольттық Астана қосалқы станциясын шаруашылық тұрмыстық сумен жабдықтау көзделетінде екі ұңғыма, бір жұмыс жасайтын және бір резервтік көзделеді. Ауыз су сапасындағы суды тұтыну жылына 10.512 кубометр құрайды. Жобалық құжаттаманы әзірлеу кезінде нақтыланады. Шаруашылық тұрмыстық ағындарды төгу су өткізбейтін ойығы бар қоныстана септик немесе биотуалет жүзеге асырылады. Шұңқырдан шығатын ағындар шарттық негізінде мамандырылған ұйымдарға тапсырылатын болады. Құрылыс жұмыстары кезінде су тұрмыстық және техникалық қажеттіліктерге пайдаланатын
болады. Жұмыстардың жүргізу учаскесін шаруашылық ауыз сумен жабдықтау мамандырылған үймен шарттық негізінде әкелінетін сумен көзделеді. Ауыз сумен жабдықтау әкелінетін бөтелкедегі сумен көзделеді. Ауыз су сапасындағы судың жүргізу көлемі жылына 3300 кубометр құрайды. Жұмыстарды жүргізу учаскесінің техникалық сумен жабдықтау пайдаланушы үймен шарттық негізінде әкелінетін сумен көзделеді. Техникалық сападағы тұщы судың шекті шығыны жылына 1500 метр куб құрайды. Техникалық сапалы су шамбасы үшін пайдаланатын су тұтыну қайтарымсыз. Жер үсті және жер асты суларын қорғау мақсатында бірқатар іс-шаралар көзделеді. Механизмдердің агрегаттарынан жанар-жағармай материалдарының жоғалуына жол бермейтін май ұстайтын ыдыстар мен басқа да құрылғылар пайдаланылатын болады. Қалдықтарды уақытылы жинау жүзеге асырылатын болады. Жинақталуына қарай қалдықтар қайта өңдеуге және кіргіге жаратуға әкетілуі тиіс. Тұрмыстық құрылыс және қалдықтардың басқа да түрлерін үйінділері бойынша тыйым салу шаралары қабылданатын болады. Жер үсті және жер асты су объектілеріне, жер қойнауына немесе жер бетіне ағынды сулардың немесе басқа да сулардың кез келген көлбеуі жойылады. Қарастырылып отырған объектінің су ортасына әсерін бағалау рұқсат етілген деп сипатталады. Қалдықтардың түрлері, сипаттамалары және саны туралы ақпарат. Осы есепте қаралған әуе желісін пайдалану кезінде қалдықтар пайда болмайды. 520-220 10 кг Астана пайдалану процесінде қалдықтардың екі түрі қауіпті және қауіпсіз пайда болады. Қалдықтардың пайда болуының жалпы шекті көлемі жылына 2,585 тонна құрайды. Барлық қалдықтар арнайы жабдықталған орында сақталады және 6 ай мерзімде мамандырылған мекемелермен келісімшарт бойынша шығарылатын болады. Физикалық әсерлер. Белгіленген қызмет объектілерін пайдалану кезеңінде шулы әсері болмайды. Құрылыс жұмыстары кезінде шу әсерінің механикалық түрі ғана болады. Шудың негізгі көзі көлік. Белгіленген қызметті жүзеге асыру барысында шу көздері болып, экскаватор, бульдозер, трактор, автокран, автосамосвал болып табылады. Қарастырылып отырған ықтимал әсерлер туралы есеп шеңберінде дыбыстық қысым деңгейінің есептеуі жүргізіледі. Есептеу нәтижелері бойынша тұрғын аймақпен шекарада шудың шекті рұқсат етілген деңгейінен асып кету болмайды. Санитариялық қағидаларға сәйкес халықты әуе электр желілерінен болатын электр өрісінің әсерінен қорғау мақсатында жоғары вольтты желі трассасының бойында санитариялық алшақтық белгіленеді. Одан тыс электр өрісінің тереңдігі 1 метрге 1 киловольттан аспайды. Осы есепте қаралатын әуе желілері үшін желінің екі жағынан санитариялық алшақтық белгіленеді. 500 киловольттық әуе желісіне 30 метрге дейін, 220 киловольттық әуе желісіне 25 метрге дейін. Осындай жобаланатын қосалқы станциясының 500 киловольт ашық тарату құрылғысында персоналды электр өрістерінің әсерінен биологиялық қорғау көзделген. Қызмет көрсетуші персоналдың болу аймақтарында стационарлық экрандаушы құрылғылары көзделген. Жоспарланған іс-әрекеттің қоршаған ортаға физикалық әсерін бағалау рұқсат етілген деп сипатталады. Жер қойнауы мен топыраққа әсері. Белгіленген қызметті жүзеге асыру кезінде геологиялық ортаға әсер ету факторлары болып келесі жұмыс түрлері болып табылады. Электр беру желілерінің тіректерін монтаждау, қосалқы станция салу, көлік қозғалысы. Құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізу барысында жалпы көлемі 142.500 метр куб топырақ өсімдік қабатын алу көзделген. Жұмыстарды аяқтағаннан кейін алынған топырақ өсімдік қабатын қайта орындарына қайтарылып, абаттандыру және көгалдандыру көзінде пайдаланылады. Алынған топырақ өсімдік қабаты уақытша сақтау жобаланатын объектінің аумағында тозаңдануды болдырмайтын жабық күйде жүзеге асырылатын болады. Жер қойнауын қорғау жөніндегі жалпы шараларға мыналар жатады. Жабдықтың максималды герметикалық қамтамасыз ету, коррозияға қарсы іс-шараларды орындау, жер асты суларының сарқылуын және ластауын болдырмау, оның ішінде кез келген химиялық заттардың қолдануын болдырмау. Жер қойнауы мен топыраққа кеңістік масштабта әсер ету жергілікті уақытша қысқа және шамасы бойынша орташа деп бағаланады. Өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсері. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің жасыл аймақ шаруашылық жүргізу құқығындағы мәліметтеріне сай, Қазақстан Республикасының Орман кодексіне сәйкес Астана қаласы
қаласының сыртқы электрмен жабдықтау схемасын күшейту жобасы электр беру жүйелерінің жобалық трассаларының бағыты жасыл аймақ алдын ала келісілді. Бұл ретте белгіленген экологиялық нормалар сақталып, көгалдандыру сақтау шаралары барынша ескеріледі. Өсімдіктер қауымдастығын сақтау шараларына мыналар жатады. Жасыл екпелердің сақталуын қамтамасыз ету, жасыл желектердің бүлінуіне немесе жойылуына әкеп соғуы мүмкін заңсыз әрекеттерге жол бермеу, жасыл желектердің өндіріс және тұтыну қалдықтарымен сарқынды сулармен ластауға жол бермеу, жасыл желектер орналасқан учаскелерде автомобильдер мен өзге де көлік құралдарының қозғалысын тоқтатуын және тұрағын болдырмау, алаң аумағын және іргелес алаңдарды таза ұстау. Жобаланатын нысан орналасқан аумақтағы өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне ықтимал жағымсыз әсерлер нысанды апатсыз пайдалану барысында, сондай-ақ осы есеп құрамында қарастырылған барлық табиғатты қорғау шараларын толық орындау жағдайында айтарлықтай азаяды. Қарастырылып отырған объекттің өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін бағалау қолайлы деп сипатталады. Адамдардың өмірі мен денсаулығына, олардың өмір сүру және қызмет етуіне жағдайларына әсері. Жүргізілген есептеулер негізінде тұрғын үй аймағында шекарада атмосфералық ластаушы заттардың шекті концентрацияларының асып кетуі, сондай-ақ шу мен электромагниттік әсердің шекті деңгейінен асып кетуі болмайды. Адам мен қоршаған ортаға, сондай-ақ халықтың денсаулығына және қоршаған ортаның компоненттеріне теріс әсер етпейді. Құрметті тыңдаушылар, осы оқылған баяндама бойынша мен келесідей қорытынды жасай аламын. Орындалған есептеулер оларды талдау негізінде, сондай-ақ қабылдаған технологиялық шешімдерді ескере отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал факторлардың қоршаған ортаға теріс әсері жұмыстары жүргізілетін учаскенің аумағына шектелген болып табылады және оның шегінен шықпайды. Тиісті нормалар мен ережелерді сақтай отырып, көзделген технологиялық шешімдерді орындау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану кезінде көзделген қызмет жүзеге асыру қазіргі экологиялық жағдайды бұзбайды, қоршаған ортаға материалдық өзгерістер әкелмейді, халықтың денсаулығына теріс әсер етпейді, қоршаған ортаға елеулі және қайтымсыз зиян келтірмейді. Құрметті тыңдаушылар, менің баяндамам осымен аяқталды. Сондай-ақ бізде орыс тілінде де баяндама дайындалған. Егер де керек болса, орысқа да оқырамын. Сұрақтарыңыз болса, онда талқылауға көшсек. Баяндама жағы жақсы тұтынды нақты берген ақпарат үшін рахмет. Талқылауға көшейік. Қатысушылар, баяндамашыларға сұрақ сауалдарыңыз бар ма? Шувар жақта. Шувар жақта. Картаны ашып. Картаны ашып. Ауылға қатысы бар жерлер. Сол жерде. Егер де өзіңізді көрмесем, мен көп тұрмын. Сөзім айтам, мынай көтерілмей. Міне. Мындай жер көр. Көп қой. Не, көп бөлмеді қан. Шұбар мен екі орта. Ақшалы қой. Бұл тезі бұл қояндарың келеміз? Қоянды жеріміз. Мынау қалада келетін постар. Да, мынау Астана қаласы. Мынау Астана. Қоянды. Мынау Қарағанды трассасы. Мына жақтарда қоянды жер қоянды. Біздің ел планның сыртында ғой. Ел план сыртында. Жақсы сұрақтар жауап алындық. Онда біз қорытындылаймыз ба? Қорытынды. Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың барлық ескертулері мен ұсыныстары қоғамдық тыңдаулар хаттамасына көрсетілетін болады. Қоғамдық тыңдаулар мүдделі жұртшылықтың қатысуымен байланысты өткізілді және жарық жарияланды.
Рахмет. Рахмет.